Келесі жасайтын қадамымыз ол девайсқа кіреміз. Сізде қандай звуковая карта, соны тауып аламыз. Бұл жерде аудио девайс сеттинг, яғни бірінші Asian таңдаймыз. Екінші, сіздің картаңыздың аты, мысалға менде ASIO Fairface USB, бұл дегеніміз RME BFace Pro. Менің звуковой картамда 4 вход бар, микрофонный, 2 выход бар. Қосымша 2 наушниктің выходы бар. Ол жерден Enable Input'та таңдаймыз. Бірінші аналог 1, яғни бірінші микрофонның ходы. Менде 4 вход бар, яғни 4-шіден аяқталады. 4 таңдаймыз. Және де Output Range, шығыс, аналог 1, L, аналог 2, R. Яғни оң жақ, сол жақ. Кімнің звуковой картасында бір ход болса, тек бір ход таңдаймыз. Кімде 8 ход болса, 8 ход таңдаймыз. Содан кейін өзіңізге ыңғайлы sample rate қоямыз. Мысалы, маған 48 бен жұмыс істеген ұнайды, 48 кГц-пен. Және де 256 буфер size, задержка. Кімде звуковая карта бар, ASIO Configuration-ға кіреміз. ASIO Configuration кіргеннен кейін өзіңіздің звуковая картаңыздың настройкасы ашылады. Ол жерден, мысалы, кімге қандай ыңғайлы буфер size таңдаймыз, және де кімге қандай sample rate 48 мың, немесе 96, немесе 44-100. Мысалы, мен 48 мың жұмыс жасаймын, кейбір кездерде 96 мың менде жұмыс жасайтын кездерім болады. Ал егер кімде звуковая карта болмаса, ол кезде осы жерде белгіленген настройкалардың бірін таңдаймыз. Мысалға, мен Wave Out таңдаймын. Задержка 53 миллисекунд. Ол мен үшін нормально. Не үшін мен Wave Out таңдадым? Өйткені мен қазір скриншот жасап отқан, экраннан скриншот жасап отқан программа Reaper'ді оқымайды. Сондықтан мен Windows'ның заводской настройкасымен, яғни драйверімен ғана жұмыс істеймін. Бұл бізге ешқандай кедергі жасамайды. Сіздер өздеріңіздің карталарыңызды таңдадыңыздар, соны қоямыз. Кімде карта жоқ, қалаған аудиосистема қасына қалаған настройканы қоямыз. Келесі жасайтын зат ол MIDI девайс, яғни MIDI клавиш. Кімде MIDI клавиш бар, MIDI клавишіңіздің аты қандай? Мысалы, менде MPK Mini MK2, сізде Behringer болуы мүмкін, немесе M-Audio, және де тағы да басқа клавиштер. Ол үшін MIDI-ді компьютеріңіздің немесе ноутбугыңыздың USB порттан тыққаннан кейін сіздің MIDI клавишіңіздің аты шығады. Яғни менде MPK. Оң жағын басам, Enable Input. Және Output'тан да тоже тауып аламыз, MIDI Output'тан. Екінші MPK Mini MK2 тоже Enable Output, Enable Input. Осыларды басқаннан кейін келесі жасайтын қадам, яғни ол бізге маңызды VST инструменттер мен VST плагиндер. Reaper'дің настройкасын сол жақ бөлігінде VST папкасын іздейміз. Plugins және VST. Бұл жерде сіздердің істейтін келесі қадамдарыңыз осы окноның үстінен бір рет басып, Ctrl-A барлығын белгілеп аламыз да, Backspace немесе Delete сөзін басамыз. Клавиатурадан, яғни мендегі көрсетіліп тұрған жолдар сізде өшетін болады. Сонымен таза жолға Auto Detect басамыз және Clear Cache Rescan және қосымша тағы да Rescan жасаймыз. Сіздің компьютеріңізде тұрған бүкіл VST плагиндер мен инструменттерді көшіріп алады. Яғни macOS'та Audio Unit плагиндерінде және VST плагиндерінде көшіреді. Reaper'дің macOS'та бір жақсы жері тек қана VST-мен емес, және тағы да қосымша Audio Unit'пен де жұмыс жасайды. Мысалы, Logic 9 менің білуімше тек қана Audio Unit'пен жасайды, а Reaper Audio Unit'ті де VST-ні де оқи береді. Және тағы да бір Reaper'дің үлкен қосымша плюсы ол VST 3 қосымшасында оқиды. Барлығын жасап істеп алғаннан кейін OK кнопкасын басайық. Біз настройкалардың барлығын белгілеп алдық. Енді келесі қадамға көз жүгіртейік. Бірінші Extensionға кіреміз. Менің конфигурациямда қосымша расширение орнатылған. Қарап көреміз мына жерде. Repack. Осындай окно шығу керек. Егер сізде Repack шықпаған болса, онда қайтадан блокнотқа кіреміз. Және үшінші линкті Ctrl-C мен көшіреміз. Және Ctrl-V Enter. Ашылғаннан кейін Downloads жерінен Windows 64 битті скачать етеміз. Кімде 32, кімде 64. Мысалға менде 64. Дәл сол сияқты macOS системасында да. Бұл жерде бізді ештеңе мазаламау керек, яғни сохранить сөзін басамыз. Программа жүктеліп атқанға шейін біз Optionға кіреміз. Яғни бұл жерден Show Reaper Research Path in Explorer Finder'ды басамыз. Бұл Reaper'дің өзінің жеке папкасы. Яғни бұны сіз C дискісінен немесе D дискісінен таба алмайсыз.
осы жерде user плагин тауып аламыз. Папкасын ашамыз да жүктелген reaper repack.dll файлды drag and drop арқылы user плагинге қондырамыз. Мен бұны өшірейін, өйткені менде reaper repack бар. Дәл сол сияқты macOS'те SOS extension'ды дәл осылай user плагинге қондырамыз. Және сонымен қатар reaper repack'ты да қондырғаннан кейін reaper'ді жабамыз уақытша және reaper'ді қайта ашамыз.